Ассалаумағалейкум, барлықтарыңа сәлем. Менің есімім Нұрқадыр. Бүгін мен сіздерге келесі шахматтың сабағын түсіндіріп беремін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде жасырын шах, яғни вскрытый шах. Сондай тақырыпта бүгін сабақ түсіндіріп беремін. Примерно 20-30 шақты тапсырма бар, осындай позиция. Ал сразу түсіндіріп бастап кете салайын. Жасырын шах дегеніміз міне мынандай осындай позицияда келеді. Мысалы, слон мен корольдің арасында, қаралардың корольдің арасында бір пешка тұр, біздің пешка. Ақтар бірінші жүретін болсын. Осындай моментте біз пешканы жүріп шах дейміз. Пешканы жүрген кезде шах болады. Енді амал жоқ, ол қаралардың король қашу керек. Любой жерге қашсын, мысалы мына жерге қаш жасасын, біз жейміз да сонымен жеңіске жетеміз. Ары қарай мынау келеді былай. Қорғап, в общем, пешканы шығарамыз ғой. Олар келгенмен бәрібір ферзге шығып кетеміз біз, король барады қазір. Так, бұл біріншісі. Енді екіншісі мынандай позиция. Көріп тұрғандарыңыздай, ладьямен шах беруге болады. Мына слонды алып қалған кезде шах болады. Енді слонды бекерден бекер алғанша пешканы жейік, хотя бы құр кеткенше. Пешканы жейміз, шах болды міне, шах. Енді қаралар қашу керек, обязательно қашу керек. Любой жерге қашсын, мысалы мына жерге қашсын, жей саламыз. Сонымен ары қарай мат қоя саламыз, смело. Келесі бізде загрузить. Так, міне осындай позиция. Ақтар жүреді. Енді мына жер қызық, енді қараңдар. Слонды алған кезде шах болады. Міне слонды бір рет аламыз, ладьяны жейміз, шах. Бірақ жүрісі бар қашатын. Король G8 деген жерге қашты. Енді қайттан шах береміз. Міне король неқа қашамайды, өйткені ферзь қарап тұр. Қайтадан мына жерге келеді, H8-ге. Қайтадан слонды алып шах дейміз, шах. Қайтадан қашады. Слонды H7-ге қайттан қоямыз, шах болады. Одан кейін мына жерге қоямыз міне. Осылай смело жеңіске жетеміз. Ары қарай енді матты беймарал қоя береміз. Енді келесі. Мына жерде не істейміз? Ақтар жүреді. Қараңдар. Вскрытый шах деген, жаңағы ашып шах беру. Слон мен шах беруге болады, атты алу керекпіз. Атты алып қазақ шах болады. Енді не істейміз? Атты d3-ке жүреміз. Міне, конь d3. Шах енді қашу керек. Любой жерге жүрсін. Ферзін жеп аламыз. Келесі. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, ладьямен шах беруге болады. Ладьямен шах берген кезде слонды қай жерге алған дұрыс? Просто бұлай алып қоясақ болады, бірақ оның пайдасы тимей қалады. Біз слонды мына жерге қоямыз міне. Шах болды. Осы кезде енді король қашу керек, любой бір жерге. Қашты, ферзін жеп аламыз. Ары қарай енді смело жеңеміз. Келесі. Мына жерде не істесек болады? Ақтар жүреді. Бұл жерде де ашып шах беру керек. Ладьямен шах беруге болады. Корольді алу керек. Енді корольді мына жерге алсақ, корольді мына жаққа қашып кетеді. Мына жақ дегенде енді b5 деп айту керек, негізінде b5-ге қашып кетеді. Қашамай қалу үшін біз королімізді, ақтар королін b6-ға жүреді. Міне осы жерге. b6. Енді мына королі қашамай қалды міне. Шах. Қашатын жерде жоқ. Мына үш жерге қада қашамайды, мына жерге де қашамайды. Мат болды сонымен, жеңілді. Келесі. Мына жерде міне слонмен шах беруге болады. Слонның жолында ладья тұр. Ладьяны алып қаламыз, мына жерге қоямыз. Именно. Өйткені ферзін жеп алу керек біз ғой біз. Құр кеткенше. Сосын қашу керек. Любой бір жерге, мына жерге қашты да разница жоқ. Ферзін жейміз, ары қарай ақтар жеңеді. Екі пешкісін қуалап жүріп жеп аламыз да. Азаптап сөйтіп мат қоямыз. Так, мына жерде не істейміз? Көріп тұрғандарыңыздай.
слон мен шах беруге болады. Ортада жолда ат тұр. Атты қай жерге алған дұрыс? 1, 2, 3, 4, 5 вариант бар бізде. Бізде ең дұрыс шешім табу керекпіз. Ойланып көріңіздер, паузаға қойып. Так, ендеше айтайын. Атты мына жерге қоямыз. D5-ке. Шах болады сол кезде, мына. Шах. Мына жерге қашамайды король, мына жерге қашамайды. Мынаның бәрі бос емес, бірақ жүргізсін бар қашатын. Енді атты мына жерге қойсақ мат болады, мына. Мат. Мына жерге қашамайды, мына слон тұр. Мына екеуінде өзінің фигуралар тұр. Мат. Так, келесі. Бізде мына слон мен шах беруге болады. Сразу уже көрініп тұр. Пешканы қалай жүреміз? Сразу екеу жүреміз. 2 рет алға жүреміз. Мына D, мына жерде D деген әріп бар. Мына жерде 4. D4-ке жүреміз. Пешканы. Пешка D4. Шах болды. Ой. Шах. Мынау қай жерге жүре алады? Мына. Любой бір жерге жүрсін. Жеп аламыз. Ары қарай енді жаңа ұтып тұрады ғой. Қаралар ұтып тұрады басында. Ферзі бар. Ана жерде енді ничья болып кетеді. Мына барады да біздің пешканы жейді. Біз слонмен аларды қырып жеп аламыз, в общем. Қырылысып ничья боламыз. Так, мына жерде 9 тапсырма кетті. Келесі. Так, бізде мынандай. Осындай позиция. Ақтар жүреді. Не істесек болады? Мына жерге жүре алмаймыз корольді. Корольді ашып шах беру керек біз ғой біз. Мына шах болу керек. Мына жолға біздің ладья қарап тұр, мынау қашамайды. Мына. Король C2. Мына шах болды. Енді сәл болмағанда мат болайын деп қалды, бірақ мына жейді екен олар. Жей алады екен. Жесін. Мына жеді, мысалы. Сосын жеген желкесіне шығарайық. Ары қарай енді қолап жүріп мат қоямыз. Бір ладьямен беймарал смело мат қоя береміз. Қорықпай. Так, келесі бізде. Мына. Не істеуге болады? Слонның жолында ат тұр. Атты ашып қалсақ шах болады. Атты мына жерге қойып, мына екеуі любой бір жеріне қоя саламыз. Шах. Мына. Енді бұл қай жерге жүре алады? Мына жаққа қарай кесін, жақындап кесін. Жейм деп ше. Одан кейін атты мына жерге қойық. Өйткені бір ход беретін болсақ оларға былай ферзге шығып кететін қауіп бар да бізде. Ферзге шығып кету қаупі бар. Соны себепті мынаның да алдын жауып қоямыз, мынау шыға алмай қалу үшін. Пешканың алдына қойып қоямыз. Қаралар бері қарай келіп жатыр, мына пешканың бәрі бері қарай келіп жатыр да. Ақтар ары қарай кетіп бара жатыр деген сияқты. Так, енді не істейді мынау? Бері қарай келсін, слонды жейм дейді мысалы. Слонды мына шетке барып қоя саламыз. Атты жейм деп бара жатса, енді ат жей алмайды. Атты слон қорғап тұр. Мынау шыға алмайды, мынау жүре алмайды. Ары қарай біз корольмен барамыз да. Осылай, ұтылайын деп тұрған жерімізден осылай жеңіп кетеміз енді. Хотя бы жеңбесек те ничья болып қалады енді. Жеңіп кетуіміз де мүмкін. Ничья болады ғой. Жеңіліп тұрған жерімізде ғой. Так, келесі бізде не мынау? Мына, слонның жолында пешка тұр. Пешканы ашып қалсақ шах болады. Пешканы C4-ке жүрейік. Мына, С деген әріп мына жерде, С-ның тұсында, 4-ның тұсында. Пешка C4. Шах болды. Не істейді бұлар? Алдын жабады ферзбен или қашады. Бізге разница жоқ. Егер король қашатын болса, пешкамен жейміз. Алдын жабатын болса, мынамен жей саламыз мына. Ары қарай бүйтіп кете береміз. Былай келсе, артын қойып қоямыз, ары қарай жеңіп кетеміз. Бұл осылай бітті. Енді келесі. Бұл жерде не істеуге болады, қараңдар. Біз ақпыз біз. Ақтармен слонмен шах беруге болады. Корольді алып қалу керекпіз. Мына жаққа жүрейік. Өйткені біз қазір мынаны апарып былайынан ферзге шығу керекпіз. Сол үшін корольді айдалаға жүргеннен көрі былай қарай жүрген дұрыс. Мына шах. Артында ферзь тұр. Мынау король мына жерге жүре алмайды. Мына жерге бос емес, өйткені слон жоқ қояды. Мына жерге жүрсін, мысалы, ферзін жеп алдық.
Осылай ашып шах беру арқылы вскрытый шах ферзін жеп алдық та, ары қарай мынаны былай шығарамыз енді. Мынау былай кесін. Шах, былай. Енді ары қарай қиын емес, ары қарай жеңу. Мынаны пешканы шығару ол проблема емес. Келесісін көрейік. Бізде не мынау? Так, бұл жерде не істейміз? Ойланып көріңіздер. Паузаға қойып ойланыңыздар. Мен 2 секунд уақыт берейін. Енді айта берейін. Бірінші біз мына ферзбен шах береміз. Бұл қашат, амал жоқ, мына жерге қашсын. Біздің ферзіміз мына жерде тұр. Енді мына ортада пешка тұр. Пешкамен шах береміз мынаған. Сол кезден бұл мынаны жесе, біз ферзін жеп аламыз. Ой. Көрсете салайын. Шах. Бірақ жүрісі бар. Мына жерге қашсын. Бұлай шах береміз. Ашып шах береміз. Вскрытый шах. Мына қашса да болады, жесе де болады. Біз ферзін жеп аламыз. Ары қарай біз жеңеміз енді. Ферзі бар бізде. Ферзі 9 пешканың құны бар. Мына екеу. Плюс 7 деміз мына. Астада тұр. Плюс 7. Так, келесі. Мына жерде не істейміз? Не? Бұл бұлай тұрады. Короче, осындай позиция беріледі. Бұл жерде не істей аламыз? Мына ладьямен шах берсек болады мынаған. Бұл бірақ жүріс бар, мына жерге қашсын. Мына істеп көрейік соны. Шах былай қашады. И мынау ашып шах берсек, мына слонмен шах болады ғой. Мына былай шах бересек, любой мына жерден қоя салайықшы. Мына шах. Мына жерге қашамайды. Сол үшін алдын жабады бұлайнан. Бірақ жүрісі бар. Сосын біз ладьясын жегеннен кейін мат болады. Мат болмайды екен ғой, шынамен жейді екен ғой. Біз мына жерге емес, бұлай қылайық. Мына жерге қойайық мына. Мына қашқан кезде мына жерге қойайық. Сонда мына жерге жүре алмайды. Мына жерге жүре алмайды король. Алдын жабады мына. Жей саламыз, мат болады. Мат. Қашамайды, еш жаққа қашамайды. Мат. Так, келесі. Бізде так мынау не мынау? Қалай шах беруге болады мына жерде? Мына. Бұл жерде мына. Слонды мына жерге қоямыз. Не үшін? Өйткені мына екеуін жауып тұрады слон. И мына ладья мына жерге қарайды, мына шетке. Сонда мат болады мынау. Мына. Слон F6-ға қоямыз. Мына екеуіне жүре алмайды. Мына қарап тұр. Мына жолға ладья қарап тұр. Енді мат болайын деп тұр ғой мынау. Бірақ жүріс бар. Ладьямен келеді, алдын жабады. Біз жеймізді мат қоямыз. Мына мат. Келесі. Осындай позиция. Бұл жерде мына ашып шах берешін алда. Слон тұр ортада. Слонды именно мына жерге қоямыз біз. Шах болды. Бұда бірақ жүріс бар, қашатын. Мына жерге қашсын. Одан кейін мына жерге шах дейміз. Бұда тағы бірақ жүріс бар, қашатын. Мына жерге қояды. И мат қоямыз. Мына мат. Осылай жеңіске жетіп кетеді екен біз. Келесі. Мына жерде не істей аламыз? Король мына жақта тұр, біз ақпыз. Бұл жерде бірінші король слонмен бет қуып барамыз, ана жаққа шығарамыз да. Мынау ладьямен ортада пешка тұр. Пешканы ашып қаламыз, мат болады сол кезде. Мына слонмен шах береміз. Мына слон қарада тұр. Жолын еш нәрсемен жабылмайды, амал жоқ, қашады. Қашсын. Мына жерге или мына жерге, любой бізге разница жоқ. Мынамен пешкемен жеп қаламыз. Анан король жеп қалады, короче. Мат болады. Мына жерге қашамайды. Мына екеуіне қашамайды, мат болады сосын. Осылай жеңіске жетеміз. Келесі бізде мынандай. Осындай позиция беріледі, короче, мынау. Енді қараңдар. Слонмен арада мынау тұр. Пешка тұр. Пешканы жүрейін десек, ферзь тұр. Не істейміз? Не істеуге болады? Ферзді, біздің ферзімізді мына жерге қояйық. Өйткені пешке қорғап тұр. Мына ферзді шах береміз. Шах. Бұл енді қашамайды еш жаққа, амал жоқ, жейді.
жесін. Енді біз ашып шақ береміз. Ашып қаламыз, мынамен шақ болады. Шақ не істейді бұл? Екі ақ вариант бар бұда. Мынамен алдын жапса болады, или қашса болады мына жаққа қарай. Мына жер қашамайды. Біз егер қашатын болса, мынаны пешкамен жей саламыз. Алдын жабатын болса, слонмен жей саламыз. Сөйтіп жеңіп кетеміз, короче. Мына былай жей салсын, біз былай ферзге шығып аламыз ғой. Бізде сонда плюс 11 деміз, міне астында тұр. Плюс 11 деген ол мына очколар санағанда біздің плюсіміз ғой. Мына біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мынау жалғыз 3 пешкамен есептеледі, 7 болады. Ода 7 бізде 18 болып тұр ғой, короче. Мынау 9 ұпай. Мынау 5 и 4 пешке бар. 9-ға 5 болса 14, 18 болады сонда. Келесі. Мына жерін ары қарай түсіндірмей қойын. Бұл бізде ферзь бар болғаннан кейін ары қарай уайым жоқ қой. Ферзьді бүйтіп өзің ақымақ болып слонға бере салмасаң енді смело жеңіске жетуге болады. Так, келесі мынандай позиция. Слонмен шақ беруге болады. Жоқ, бұл жерде қаралар жүреді екен. Ход қаралардан екен. Не істейді қаралар? Қаралар ойланбай тұрады да бүйтіп мат қояйын дейді омнаған. Мат қоя салайын дейді. Басқа не істейді қара? Или неға қашама? Қашса енді мат бола сала ма? Короче, қаралар мына жаққа қойса шақ депші, ақымақ болып. Мынау ладьясын мына жерге қояды да шақ болады, сосын ашып шақ береді. Осылайынан, короче, мынаны қашқан кезде жей салады. Осылай, короче. Енді мынау не істейді мынау? Бұл позицияда ақтар жүреді енді. Ақтар не істейді? Мына слонды пайдаланайық. Слонды былай қояйық, мына. Былай қоямыз. Сонда бұл қаралар не істей алады? Мынамен шақ бере алады, былай шақ бере алады. Қойық. Разница жоқ. Мына жақтан шақ берсе де, мына жақтан шақ берсе де, разница жоқ бізге. Или корольмен любой бір жүріс жасасын да, мысалы, қараңдар. Бірінші бір жағдайды қарастырып көрейік. Шақ беретін жағдайды. Шақ берсе, бізге шақ берді ғой. Біз ладьяны алып жолға қоя саламыз, сонда мынамен шақ болады. Мына. Жабамыз, шақ. Мына шақ. Бұл қашада, жей саламыз, тегін. Мына жақтан шақ берсе де солай болады. Енді ладьямыз король жүрген жағдайды қарастырайық. Любой бір жерге жүрсін, мына жерге жүрсін, мысалы. Мақыл, мына жерге жүрсінші. Осы жерге жүрсін. Бұлай қоя саламыз. Бұлай жүреді. И алмастырып аламыз да. Сосын мат қоямыз. Ары қарай енді. Ладьямен мат қою енді оп-оңай. О жағын өздеріңіз көресіздер. Енді бізде соңғысы. Бұл жағдайда не істейміз? Атпен G6 деген жерге жүреміз. Атты G6-ға жүреміз. Не үшін? Өйткені мынау ең соңғы тапсырма, ең соңғысы. Бұл жерде осылай жүріс жасаймыз. Атты G6-ға жүреміз. Бұл жиямайды. Енді бұл бір ақмақ болып бір нәрсе жүре салатын болса, бүйтіп жүре салатын болса, біз мат қоямыз мына жерден. Мат болады. Ал мат болмас үшін бұл не істейді енді? Ол үшін бұл мынаны жейді. Өйткені біз шақ берген кезде атты жей салу үшін да. Мына жесін. Ол кезде біз бүйтеміз. Атпен шақ береміз. Мына екеуіне. Мына. Алдыңғы сабақта айтқандай, бұл двойной удар деген тақырып бойынша. Енді бұл мына жерге жүре алмайды. Ат қарап тұр өйткені. Мына жерге жүре салсын. Мынаны жейміз, шақ. Бұл тағы да қаш жасасын, қай жерге, любой бір жерге қаш жасасын, мынаны жейміз сосын. Ары қарай бізде енді екі ладьясын жеп алдық. Слонмен, слон деп ладьямен ат бар бізде, оларда тек қана слон бар. Сол арқылы біз жеңіске жетеміз.
Осымен бүгінгі біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Тәмам. Келесі сабақта кездескенше міндетті түрде комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Тіркелуді арнаға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.